Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақтан шыққан уран данышпаны Мұхтар Шәкішев жаңа жоба бастаған еді. Алайда оған кедергі келтірушілер пайда болған. Бұл туралы Шәкішев журналист Вадим Барекоға берген сұхбатында айтып берді. Мұхтар Шәкішев кеннен никель алудың бірегей технологиясын жасап шығарған. Оның әлемде баламасы жоқ. Алайда елде Шәкішевтің бұл жобаларын аяқтан шалып жатқандар табылған. Жапониядағылар 50% инвестиция құюға дайын. Бұл Жапония үкіметінің реакциясы. Ал біздікілердің реакциясы қандай? Бастапқыда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хат жібердік. 2023 жылдың 13 маусымында министрлікке хат жолдадық. Хатта кен орнынан никель өндіруге тиісті уран технологиясына негізделген бұрынғы ескі өндірістік бағдарлама жұмыс істемейтінін айттық. Біз ол туралы 1,5 жыл зерттеу жүргіздік. Бұл технология жұмыс істемейтініне көз жеткіздік. Қол қусырып отырмай әлемде баламасы жоқ технология ойлап таптық. Ол технологияның артықшылығы неде? Біз никельді осы технологияның нәтижесінде аламыз. Ол жасыл технология, яғни артық қалдық болмайды. Бұл әлемдегі алғашқы жасыл никель болмақ. Хатта осының бәрін баяндадық, бірақ вице-министр Шархан Иран бас тартты. Бұл бірінші хат, дейді Шәкішев. Артынша қарашада Шәкішев министрліктегілер бұған дейін хатта жазылған нәрсені түсінбей қалған болар деп ойлап, бұрынғы технология жұмыс істемейтінін тағы айтып, жаңа бағдарлама ұсынып, қайтадан хат жіберген. Қайтадан бас тартты министрлік. Одан кейінгі хатты 25 қаңтарда жібердік. Қайтадан ұсынысымызды қабылдамай бас тартты. Құжатқа Шархан Иран қол қойған жоқ, дейді Мұхтар Шәкішев. Айта кеткен жөн, Мұхтар Шәкішевтің сөзінше ол әзірлеген технология Қазақстан аумағында орналасқан кен орындарын игеруге мүмкіндік беретін көрінеді. Бұған дейін уран саласын әлемдік деңгейге шығарған Мұхтар Шәкішев бұл жолы тағы да жаңа бастама жасап, елдің нағыз байлығын, яғни біздің еліміздегі Менделеев кестесіндегі бүкіл элементтің барын білетін қазақты тағы да көкке көтеруге әрекеттенсе, оған министрлік осылайша бөгет болып жатыр екен. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.